Ассалаумағалейкум қазақ елі. Назарларыңызға жаңалықтар. Студияда мен Қадыр. Бүгін көретіндеріңіз шок жаңалық. 1 минутта бүкіл әлем таныған апалы-сіңілі Мериме және өздерінің керемет видеомен бөлісіп бүкіл елді шулатты. 1 минутта бүкіл әлемге танымыз деп ойламаған жас қыздар өздері де сенбей дал болды. Интернетті шулатқан бұл видео жайында әріптесім толығырақ баяндайтын болады. Халықаралық славян базары ән байқауында отандасымыз Амангелді Сабина бірінші орында иеленді. Ақтық сында румыниялық қарсыласымен тең түскенімен бас жүлде бізге бұйырмапты. Әйтсе де сағын сындырмай алдағы болатын үлкен жобаларға нық дайындықпен жүргенін мәлімдейді. Бұл туралы әріптесім Мадина толығырақ баяндайтын болады. Армысыздар қазақ елі, тікелей эфирде басты жаңалықтар тізгінде мен Кикбайкостар. Бүгінгі көретіндеріңіз халықаралық славян базары ән байқауында отандасымыз Амангелді Сабина бірінші орын иеленді. Ақтық сында румыниялық қарсыласымен тең түскенімен бас жүлде бізге бұйырмапты. Әйтсе де алдыға сағын сындырмай алдағы болатын нық дайындықпен жүргенін мәлімдейді. Бұл туралы әріптесім Мадина толығырақ баяндап береді. Армысыз қазақ елі, назарларыңызда жаңалықтар. Студияда мен Бөлікбай Нұрсая. Бүгін көретіндеріңіз шок жаңалық. 1 минутта әлем таныған апалы-сіңілі Мериме және өздерінің керемет видеоларымен бөлісіп бүкіл елді шулатты. 1 минутта әлемге таныламыз деп ойламаған жас қыздар өздері де сенбей дал болуда. Интернетті шулатқан бұл видео жайында әріптесім Кикбайкостар толығырақ баяндайтын болады. Армысыздар қазақ елі. Бүгін тікелей эфирде басты жаңалықтар. Тізгінде мен Мадина. Бүгін көретіндеріңіз күні кеше шырайлы Шымқаламыздың туған күніне орай өтілген іс-шарада қала әкімі Нұрғалиұлы Ержан жерлесіміз танымал актриса Бөлікбай Нұрсаяға тікелей қоңырау шалып 5000 теңге ақша сұраған. Кешіріңіздер, $5000 сыйақы тағайындалғанын хабардар етті. Себебі атақты режиссер Дүйсенұлы Қыдырдың төл туындысы «Жау жүрек 100 қыз» фильмінде басты рөлді сомдап қаламыздың атын шығарғаны үшін тағайындадым деп әкіміміз оңай құтылып кетіпті. Наруто, оңай құтылып кетіпсің. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Назарларыңызда жаңалықтар. Студияда мен Нұрғалиұлы Ержан. Бүгін көретіндеріңіз шок жаңалық. 1 минутта әлем таныған апалы-сіңілі Мериме және өздерінің керемет видеоларымен бөлісіп бүкіл елді шулатып 1 минутта бүкіл әлемге таныламыз деп ойламаған жас қыздар өздері де сенбей дал болуда. Интернет шулатқан бұл видео жайында әріптесім Кикбайкостар толығырақ баяндайтын болады. Армысыздар қазақ елі, тікелей эфирде басты жаңалықтар. Тізгінде Дәуренқызы. Бүгінгі көретіндеріңіз халықаралық славян базары ән байқауында отандасымыз Амангелді Сабина бірінші орынды иеленді. Ақтық сында румыниялық қарсыласымен тең түскенімен бас жүлде бізге бұйырмапты. Әйтсе де сағын сындырмай алдағы болатын үлкен жобаларға нық дайындықпен жүргенін мәлімдеді. Бұл туралы әріптесім Мадина толығырақ баяндайтын болады. Армысыздар қазақ елі, тікелей эфирде басты жаңалықтар. Тізгінде және бүгінгі көретіндеріміз халықаралық славян базары ән байқауында отандасымыз Амангелді Сабина бірінші орынды иеленді. Тықсында румыниялық қарсыласымен тең түскенімен
қарсыласымен тең түскенін бас жүлде бізге бұйырмапты. Әйтсе де сағын сындырмай, алдағы болатын үлкен жобаларға нық дайындықпен қатысып жүргенін мәлімдеді. Бұл туралы әріптесім Ералиева Мадина баяндайтын болады. Армысыздар, қазақ елі, тікелей эфирде басты жаңалықтар тізігінде мен Сабина. Күні кеше шырайлы шын қаламыздың туған күніне орай өтілген іс-шарада қала әкімі Нұрғали Ержан жерлесіміз танымал актриса Бөлекбай Нұрсаяға тікелей қоңырау шалып 5000 теңге ақша сұраған дейма. Кешіріңіздер, $5000 сияқты тағайындағанын хабарлар етті. Себебі атақты режиссер Дүйсенұлы Қыдырдың төл туындысы «Жау жүрек 100 қыз» фильмінде басты рөлді сомдап, қаламыздың атақты атын шығаруға үшін тағайындадым деп